Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз сөз таптары. Біз осы сөз таптары деген тақырыпты қазақ тілінің грамматикасында да естіген болатынбыз. Олар ағылшын тілінде де дәл сондай бірдей, тек атаулары ағылшынша болады. Мына жерде сіздер бірінші слайдта көріп тұрғандарыңыз, олардың тек қана қысқаша қалай біз белгілей алатындығымыз туралы. Енді бұларды білу өте маңызды, себебі алдағы өтетін барлық 12 шақтың грамматикасын біз осы жаңағыдай белгілер арқылы, сөз таптары арқылы түсіндіретін боламыз. Енді осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтейік. Бірінші бізде subject, яғни S әрпімен белгіленеді. Бұл бізде есімдік деп аударылады. Сонымен есімдік дегеніміз бізде не? Біріншіден олар pronouncetар, яғни I, you, he, she, it, we, they деген, ол мен сен деген барлық осындай pronouncetар кіріп кетеді. Екінші бізде names, яғни адамның аттары. Негізі pronounce пен names екеуі бір-біріне ұқсайды. Тек қана олардың айырмашылығы көптеген жаңағыдай қайталанудың алдын алу. Яғни мысалы сіз өзіңіздің сөйлеміңізде he деп үнемі қолдана бермейсіз. He'дің орнына мысалы he енді біз балаға қолданамыз ғой, Арман деп ауыстырсаңыз болады. She'дің орнына Сая деп солай қыздың атын ауыстырсаңыз болады. Яғни бізде subject деген есімдік, түбір сөзі есім болғандықтан адамның есімдерін айтып қолданамыз. Келесі бізде N әріпі nouns, яғни зат есім дегенді білдіреді. Яғни аты айтып тұрғандай барлық жаны жоқ зат есімдерді жатқызамыз. Мысалы қала атауларын, сөмке, кітап, не болмаса ғимарат орындары деген секілді барлық заттарды жатқызамыз. Келесі бізде verb, яғни V әрпімен белгіленеді, ол бізде етістік. Етістік деген бізде адамның барлық іс-әрекетін, қимыл қозғалысын білдіреді. Мысалы go, бару, ол жаңағыдай адамның іс-әрекетін, қимыл қозғалысын білдіріп тұр. Sleep, ұйықтау, drink, ішу деген секілді барлық қимыл қозғалысқа байланысты етістіктерді осы verb деп атаймыз. Келесі бізде adjective, ол бізде сын есім. Сын есім бізде заттарға тікелей сипаттама береді. Яғни оның көлемін, түсін айтып біз сипаттаймыз. Мысалы бірінші тұрған мысалда high, яғни ғимараттың биіктігін сипаттап тұр. Екінші бізде осы қасқырдың түсін сипаттап тұр. Gray деген бізде сұр. Үшінші бізде poor деген ол кедей, яғни адамның материалдық жағын сипаттап тұр. Не болмаса біз бір-бірімізді сипаттаймыз ғой, мысалы smart деген секілді, rich немесе жаңағыдай бай деген секілді осылай сипаттаған кезде біз олардың барлығын adjective деп қарастырамыз.